Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымыздың тақырыбы экология және адам денсаулығы. Сабағымызды бастамас бұрын бейнематериалға назар аударамыз. Ластану қоршаған ортаға зиянды заттардың бөлінуін білдіреді. Егер ластану атмосфераға жетсе, ол біз тыныс алатын ауаны былғайды. Ауа ластануының негізгі себептеріне көлік пен жанармайдың жануы жатады. Бұлар ауаға көміртек диоксиді, көміртек моноксиді, күкірт диоксиді сияқты зиянды газдардың қоспасын бөледі. Бұл газдар тікелей қоршаған орта мен денсаулығымызға жедел түрде әсер етіп, астма сияқты қауіпті аурулар мен бронхитке әкеледі. Ауаның ластануына байланысты аурулардан жыл сайын 3 миллионға жуық адам көз жұмады. Ластаушы газдар бұдан да кең тарайтын зиян келтіреді. Олар химиялық реакцияға түсіп, қосымша зиян тудыратын тұмша мен қышқылды жауын түзеді. Күкірт диоксиді мен азот оксидтері секілді газдар жаңбыр суымен әрекеттесіп, оны қышқылды жауынға айналдырады. Қышқылды жауындар өзендерді ластап, балықтарға зиян келтіріп, түрлерді тіршілік ету орталарынан көшіріп, экожүйеге орасан зор зақым келтіреді. Қышқылды жауын өсімдіктер мен ағаштарға жауып, жапырақтардың қорғауш қабаттарын зақымдайды. Ол жерге жауғанда топырақтағы өсімдіктерге қажетті құнарлы заттарды жойып, оларды зиянды заттарға алмастырып отырады. Әктас пен мәрмәр қышқылды жауын әсерінен үгіледі. Ежелгі Грекия мен Римдегі ғимараттар алдыңғы 2000 жылға қарағанда соңғы 50 жылда қышқылды жауын әсерінен көбірек зақымдалды. Көліктер мен өнеркәсіптен бөлінетін азот оксидтері сияқты химиялық өнімдер күн жарығымен әрекеттескенде жер бетіндегі тұмандарға ұқсас фотохимиялық тұмшалар түзеді. Құрамында озон секілді зиянды заттардың улы қоспасы бар мұндай тұмшалар өндіріс газдарына қарағанда адамдарға көбірек зиян тигізеді. Болашақта халық санының өсуіне және жанармайдың көбірек жағылуына байланысты ауа одан да қатты ластануы мүмкін. Егер біз қоршаған ортамызды мәңгіге ластанудан сақтағымыз келсе, шұғыл түрде экологиялық таза отын түрлері мен энергия көздерін дамытуымыз қажет. Сабақтың мақсаты ластанған қоршаған ортаның адам өміріне тигізетін әсерін талдаймыз. Қоршаған орта жағдайы адам денсаулығына тікелей әсер етеді. Экологиялық себептерден туындайтын аурулар қоршаған орта жағдайының индикаторы болып табылады. Экологиялық себептерден туындаған аурулар қандай да бір аумақтың халқы арасында тіршілік ету ортасының зиянды факторларының, химиялық заттардың немесе физикалық факторлардың әсерінен дамиды. Барлық экологиялық себептерден туындаған ауруларды екі топқа бөлуге болады. Табиғи себептердің әсеріне байланысты экологиялық тұрғыдан туындаған аурулар эндемиялық аурулар. Ауыз судағы, жергілікті тамақ өнімдеріндегі жекелеген элементтердің артық болуы немесе жетіспеуі экстремальды климаттық жағдайлардың әсерінен пайда болады. Ал техногендік аурулар дегеніміз адам іс-әрекетімен байланысты аурулар. Техногендік әсермен байланысты аурулар екі топқа бөлінеді. Қандай да бір немесе бірнеше зиянды фактордың адам ағзасына ұзақ уақыт бойы әсер етуінен туындаған аурулар. Бұл басқа аудандардағы ауру деңгейімен салыстырғанда жоғары болуынан көрінеді. Екінші, сыртқы ортада табиғатты химиялық немесе физикалық қандай да бір зиянды фактордың кенеттен көбеюінен, әдетте апаттар нәтижесінде пайда болады.
экологиялық факторлар соңғы жылдары өсу үдерісі байқалатын әртүрлі аурулардың, тыныс алу органдарының аурулары, қатерлі ісіктер, жүйке жүйесінің және қан айналым жүйесінің аурулары көбеюіне себепші болуда. Өздерің көріп отырғандай, Қазақстан Республикасы халқының жекелеген ауруларының үдерісі, дене жарақаты және уланып қалу соңғы 2008, 2012, 2017 жылдары 15,5%-ға төмендеген. Туберкулезбен ауру 58,4%-ға кеміген. Қатерлі ісікпен ауру 9,5%-ға жоғарылаған. Тыныс алу мүшелерінің аурулары 8,1%-ға жоғарылаған. Қан айналымы жүйесінің аурулары 19,5%-ға жоғарылағанын байқап отырмыз. Халықтың денсаулығына әсер ететін ықтимал ластаушылар: елді мекендер ауасының шаңмен, күкірт диоксиді, азот диоксиді, фенол, қорғасын, формальдегид, хлор, фторлы сутек, аммиак, көміртек тотығы, күкірт сутек және хлорлы сутекпен ластануы. Осы ластаушылардың әрқайсысының адам денсаулығына әсері мен таралуының өзіндік ерекшелігі бар. Қазақстанның ірі қалалары мен өнеркәсіп орталықтарының атмосфералық ауасын ластаушылар кестесі. Ластаушылар: шаң-тозаң, көміртек тотығы, азот тотығы, күкірт сутек, күкірт оксиді, аммиак, қорғасын және тұрақты органикалық ластаушылар. Адам денсаулығы үшін теріс әсер ететін ластаушылар бар қалаларда көрсетілген. Тыныс алу мүшелерінің ауруы атмосфераға ластаушы заттардың едәуір бөлігі шығарылатын және атмосфералық ауасы сапасыз қалалар мен облыстарға тән. Мысалы, Алматы, Өскемен, Алматы қалалары, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Түркістан және Ақтөбе облыстары. Қоршаған ортаның сапасына кәсіпорындардың жұмысы да едәуір ықпал етеді. Олардың адам денсаулығына әсері әртүрлі болуы мүмкін. Кәсіпорындардың жұмысы кейбір кәсіби аурулардың туындауына себепші болады. Алдарыңыздағы сызба нұсқада адам денсаулығына әсер етуші сыртқы факторлар көрсетілген. Химиялық уландырғыш заттар, жұмыс орны ауасының жоғарғы деңгейде шаңдануы, дірілдің салдары, жүйкеге артық күш түсу салдары, биологиялық заттар. Қазақстанда денсаулыққа зиян келтіретін, жұмыста еңбек ететін жұмысшылар саны 300 мыңнан астам. Оның ішінде шу мен дірілдің жоғары деңгейі жағдайында 40%-дан астам, жұмыс аймағының жоғарғы газдануы мен тозаңдануы 35%, қолайсыз температуралық режимде 18% адам жұмыс істейді. Санитарлық гигиеналық талаптарға сәйкес келмейтін жағдайларда жұмыс істейтін жұмысшылардың ең көбі өнеркәсіп саласында 600 мыңнан астам адам. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібінде 280 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Облыстар арасында денсаулыққа кері әсерін тигізетін санитарлық гигиеналық талаптарға сай келмейтін орындарда жұмыс істейтін адамдардың ең көбі Қарағанды облысында тіркелген. Қарағанды облысы бойынша тау-кен, көмір, химия, құрылыс, денсаулық сақтау, металлургия, мұнай, газ кен орындарының 3 жылдық көрсеткіші берілген. Осы көрсеткіштер бойынша кейбір өнеркәсіп салаларында кему, кейбір өнеркәсіп салаларында өсу деңгейі байқалады. Ендеше балаларына бірінші және екінші тапсырмаларды дескриптор арқылы орындап, маған кері байланыс беріп, суретке түсіріп жіберіңдер.